только read-only модта. Ол не үшін керек? Ол, по сути, жаңағы сол набросокта біздің системада автоматически... Джиги. Все, я сделал. Ема. Сори. 15 минут на это потратил, ё-моё. Даже, наверное, полчаса. Я раньше начал. Меня слышно? Самое главное. Ема, я вас теперь не слышу. Сейчас. Ёпта. Что за тупник? Аудио. Динамики. Экстернал. Так, можете что-нибудь сказать? Ся. Капец, ё-моё. Ну, я хотя бы понял, в чем прикол. Ладно, короче, запись идет. Давайте Али и жұмысын сразу, короче, онда резко кетейік. Біраз уақыт кетіп қалды ғой. И жұмысына шейр жасап жіберсең. Раскидаем там, чё к чему. Жасап үлгердің ба бәрін? Бонус там. Онда қарамай қой оны, біз істеген заттарын түсіндіріп кет просто. Бонус деген бонус қой ол. Не обязательно. То есть, жаңағы драфтите данныйларына уже жаңағы код создавать еткенде. Ладно, Аман, ты сделал? Все, ладно, давай. Кодлайн не екен. Базар жоқ шығып кетті. Давай. Да? Код стайл деген бар. Давай. Все, Али, это пока Аман көрсете тұрсын. Ага, айта бер. Линияларды нарисовали, нам мысалы. Вот солардан, да, уже как бы біздің базадағы инстанстары ғой. Квот. Не совсем. Да. Уже на квотлайндарда как раз таки сол стайлдар бүкілі уже задаются. Конфиг деген жаңағы по сути біздің таңдаған стиліміз. Property config, соответственно, тоже содан. Каталог type это тип работы. То есть мынау линия это забор. Забордың шеті. Там егер бізде ворота болса, fence gate болады мысалы. Да. Почему именно тип работает? Окей. Тема, что через комменты все объяснил. Базар нет. Окей, это первый, да, homework. Второй. Также какой-то дополнительный жұмыс жасау. Мысалы там ағаш. Да. Нормально. Ол да по сути уақыт алады. Ол да сол строительдің жұмысы. Да, предположим. И сол каждый типқа бізде отдельный каталог type бар. И вот мынау каталог type как раз таки қандай жұмыс екен ол объясняется. То есть тура солай мысалы мынау линия Окей. это по сути бағаны өзгертетін сөз. Цикл. Бағаны өзгерту это либо скидка, либо студент наоборот. Бізде small project overhead деген бар. То есть проекттің суммасы какой-то обычно $2000 төмен болса, да, то же самое, что и до этого, короче. Ага. Ну, да. Глобада мысалы этот, есінде болса, там типа минимальная сумма заказа деген бар. Окей, nice. По сути. И вот, так, каталог type деген сол. Так, что еще? Kotlin деген сол как раз таки... Да, единственное, ты мог еще добавить внизу check array one, check one, array one. Ну, чтоб 2 раза. Да. Окей, работает же, да? Проверил же, да?
дальше, соответственно, Почему fine? обычно, no estimation, да. Estimation не создаваться. Estimation, но по сути. Можешь вверх пойти, пожалуйста? Да, это Алтай там. Да. Короче, мы это пройдем, вот этот урок. Твой баг, который решит. Сегодня сделаем этот урок тогда, как раз. Давай, да. Скопинг называется, да. Хорошо, да. Сейчас мы как раз этот урок сегодня пройдем тогда. Али? Да, көрсетесің ба? Он для тупых делался. По идее. Ну, по идее, кроме питона у всех языков так, почти. Да. Так. Ну и по идее я просто аман білгендіктен қолдана берген ғой, нормально. Білмесең де нормально. Так, үстіге барасың ба? Аха. жарайды, онда біз не істей аламыз? Біз там басқа стилмен қолдана аламыз, который арзанырақ. Олар продажниктар өздері обычно қайсы қымбат, қайсы арзанырақ. Немесе там бір какой-нибудь бір жағын алып тастау пока что. Да, түсіндім. Потом баста. Ну, окей. И обычно солай, там estimation жасайды, estimation'нан егер бір нәрсе өзгерту керек болса, тағы да бір драфт создавать етеді, ол драфтты өзгертеді, сосын қайтадан estimation. Немесе бүкіл нормальный болса, сол драфттан. Найс. Все, тема. Екі. Я, давай тексерейік соны. Қазір кул болу керек па? На estimation'да жоқ. Estimation это как раз айтқандай redundant бар. Не, егер мына жаққа else if деп қолдана берсек те болатын еді. То есть if қойсақ та болады, else if... жоқ. Егер else if болса, онда біріншісі true болып қалса, қалған бәрін skip ететін еді. Он бы другие элементы не принял бы уже, не проверял бы. Нормально. Давай. Ага. Басқа варианттарды предлагать. Қандай варианттар предлагать? Так, қатты секіріп кеттің, можешь үстіге? Функциядан бастап көрсетші. Сразу фикстар кетіп отыр ғой на месте. Я. Санаймыз. Окей, array name, hot season, array name, fine. Давай жасайық ран. Үстінде қандай нелер бар? Көрсетші, arraylердің ішінде не сақталған көрсетші. Давай, көрейік не болады. А вот этот... Там network запрос же делаешь? Енді қара, астыға түсте, екі рет функцияны шақырдың ғой, сол екеуін орын ауыстыршы. Типа астындағысын үстіге. Енді істе. Көрдің ба? Короче, сенде дәл аманның бірдей несі, багы бар. Сол баг туралы бүгін как раз вообще идеально екеуінде дәл бірдей қате жібергенсіңдер. Соны бүгін, короче, давайте скопинг өтейік, сосын функцияда не бар, return деген бар, соны өтейік. И так, что я хотел еще объяснить? И циклды өтейік, как раз аман жаңа көрсетті ғой, соны өтейік. На жақта array name'нің орнына просто array дейсің.
сен просто array'ді қайтарсаң болады. Иә. Может здесь что-нибудь добавишь? Иә, и аналарды алып тастайсың вообще, қалғандар. Нет, может здесь, допустим, retry можно добавить, да? По идее, мен үй жұмысын берген кезде, иә, мен үй жұмысын берген кезде прикол в чем болды? Мен тек қана 3 сан енгізіңдер дедім, да? Сен 5 сан қолдандың. Сол үшін freezing комп болған кезде ол 3 сан болады ғой, и так-та. Сол үшін 3-уын шығарасың да, түсіндің ба? И ол кезде позитивный болмайды вообще ішінде. Сенде 5 сан болғандықтан сондай ситуация болып тұр да, түсініп отырсың ба? Түсіндің ғой, да? В чем прикол? Окей. Так, Джиги, сейчас я экран шарю, короче. Ссылка на копирователь. Можно без этого. Хатты за? Так, но не. Ой, ема, сори. Вообще дым гурбичар. Так, қалай, нормально ғой, да? Новую папку создавать етейік. Индекс 1 дейік. По идее, надо бы нормальное название использовать, но чтобы быстро двигаться, пока ладно, забью. Так, скопинг. Скопинг деген ол қай жерде не существует вообще среда обитания наших переменных, грубо говоря. Это называется скопинг. Где его распознают, ол вообще variable қай жерде білінеді, қай жерде ол білінбейді. Мысалға айтайық, сен бір районда пацансың, да? Мен мысалға московский пацан болдым, Москва деген райондікі болдым. И мені Москвада тануы мүмкін, да, жігіттер. Бірақ мен мысалға айтайық, там Шанхайға барсам, мені ешкім білмейді. Типа сондай, короче. Мысалы, I деген variable бар, ол бір жақшалардың ішінде существует, бірақ басқа жақшалардың сыртына шықса, или өзінің жақшаның сыртына шықса, оны уже ешкім білмейді, да? Ну не, деп қате шығады. Самый easy пример бітейік. Функция создавать етейік. Function тест. Мысалға R деп өтірік бір нәрсе жасайық. Ішіне let I дейік. Равняется 1. Осы функция ішінде I бар. Біз оны осяқта, потому что инициализация осяқта жасадық, да? Жариялау осының ішінде болды. Енді біз айтсақ, I тем болады 2 десек. Не болады, қате болады, да? Note listen 2 index 1. Так, но неге қате болған жоқ. I равняется 2. Listen 2, индекс 1. Не сохранился, что ли, типа? Это уже поста команданың ответственность. I равняется 2. Delivery team қойды. Угарно. Что за фигня? Контракторлармен общаться. CDN, listen 2. Not индекс 1. И следующий этап. Но следующий этап I. скобка кормить, но обычно project Прикольно. Сейчас давай попробуем код свой. Ну, по идее, это не должно менять суть. Но это очень странно. Это уже, по сути, 3. Let I. Ема. Что за фигня? Function test. Так. Это жестко, что-то какой-то гон. Ладно, бүйтіп көрейік. Давайте онда басқаша түсіндірем. Негізі по логике былай жасамау керек. Походу JavaScript так работает, да? Ема вообще. Реально тяжко. Так, давайте битик. Let I равняется -1 дейміз, ема. Вот это все убираем. Теперь проверяем, чему будет равняться I. -1 болады. Почему? Потому что мы его здесь вызываем. В чем прикол? Прикол в том, что на ішіне кірген кезде он здесь создает временный I по логике. Негізі осылай болу керек, да? Временный I создает. Может, не знаю, это типа последний апдейт или что? По идее так не должно быть. Но, скажем, пофиг, да? Он пусть даже здесь живет. Но ол уже на I болады, да? Түсіндер ма? Почему? Потому что мы его здесь вызываем, а мы вот это I вообще не знаем, по идее.
отдельный контрактор order. Почему? Потому что он живет внутри этой функции. И точно так же, если мы здесь, скажем, еще один function создадим, тест 2. По идее, так не делается вообще. Let I равняется 2. Енді мына жақта console.log IDsec. А, мы же не вызвали. Надо вызвать функцию. То есть, смотрите, почему только 1 минус 1 шахта? Вот этот, да, который? Только вот этот вышел. Вот этот не вышел. Почему? Потому что мы не вызывали эту функцию, соответственно, эта функция не выполнялась. То есть она сюда вот эти операции не заходила, ничего не делала. Түсіндер? Чтобы вот этот console.log сработал, нам нужно его вызвать. Тест. Там какой-нибудь. Можно пустой, кстати, делать. Не обязательно что-то передавать. Отказаться могут по разным причинам. Мысалы, там, ақшасы аз болуы мүмкін. Енді мына жерде 1 шығып тұр мына жерде, сосын мынау минус 1 шығып тұр. В чем прикол? На 1-ді шығарды да ол. А мынау шақырған кезде мынаны істеді, а мынаны ол білмейді. Мынау туралы он не знает. Почему? Потому что мына функцияны несі жақша шалғаннан кейін, он умирает как бы. Но то, что мынау мына жерде мынаны создавать етпей бір шыға берді, это вообще прикол, по идее. Я в шоке был, по идее. Я сам даже не знал. Это прикольно. Так, ладно. Енді сендердің нелеріңізді қалай фиксить етеміз? Сол манағыдай бір не жасайық? Основной жұмыс біздің команданың скопы осы. Не. Скорее всего, это типа intentional. Видишь, типа, почему в JavaScript много вообще непонятных вещей? Потому что исторически он создавался для веб-девелопмента, для людей, которые мало чего знают вообще о программировании, чтобы веб развивался. Типа, чтобы максимально легкий был, короче. И вот такие вещи позволяют, чтобы минимальное количество ошибок было в коде. Даже если ты там на шару что-то написал, все равно он должен максимально сработать. Типа такой принцип был. Из-за этого много чего там сделано так, что срабатывает, короче, в любом случае. Из-за этого там типов нету, например, и так далее. Вот у нас есть I, да, наш каунтер, помните, да, который считал, сколько количества этих негативных температур у нас было. У нас есть функция, которая называется проверяет эти температуры. Скажем, у нас есть let r равняется 1, минус 1 и снова 1. По сути, 1 должен быть. Потом мы говорим, если r.includes так, давайте пяти. Через for быстро напишу. For of r. Бүгін циклды өтеміз ол как раз сол туралы. R if a меньше нуля, равняется минус 1, I плюс I плюс равен 1. Так, енді бітеміз. Тест дейміз. Сосын тест дейміз қайттам. И мына жақта бітеміз. Бәрін тексеріп болғаннан кейін console.log I дейміз. Примерно сендердің кодтары сияқты. Я просто суть сохранил тут. Немного по-другому выглядит базар нет, но типа суть такая же. Енді сөйтсек, біріншісін вызывать еткен кезде 2 болды, содан кейін 3 болды да. Типа 1 болды басында, ну 1 болған кішкене неудобно екен, 0 болсын, чтобы 1-2 болсын. Мынаны тапты, мына минус 1-ді, сосын 1-ді қосты. Все, 1 болып кетті енді I. Сосын I-ды шығарып, 1 шықты. Сосын тағы да тестті шақырады, мына жаққа келеді, көреді минус 1-ді. Қайттан дейді, мана 1 болды ғой, енді 2 болып кетті. Как это исправить, чтобы вот этого бага не было? Просто берем отсюда I, убираем. Let I равняется 0. Чтобы он здесь создавал с нуля его.
бұл мысалы сол И даже мы... отдельно страница қолдап жасап Завис? неге? Өйткені А, көшіретін данные- и вот, получается, и вот здесь, получается, просто он обнуляет его. И даже если мы R будем, например, здесь, да, передавать, изменениялар көп болады. Там дополнительные действиялар қосу. или давай вот так сразу сделаем, вот так можно Данные сделать. қалай өзгеретін, то есть вот игра. О. Нет, это вот это реактор application. Например, вот так сделаем. Up admin. Теперь он 1, 2, например. И вот фронтенд задачалар, по идее, көп. То есть, Али, түсіндің ба? Али, ошибку понял, да? Вот по-хорошему, тут солардың бүкілін как бы сен тоже Мынаны создавать еткен кезде функцияның ішіне саласың, чтобы ол қайттан с нуля, каждый раз функцияны шақырған кезде с нуля қайттан нольдан бастасын деп. первая часть без проблем. Почему? Потому что ол осы жерде создаватель еді, и осыдан шыққан кезде қайттан инициализация болады да, мынаның ішіне кірген кезде, функцияның ішіне кірген кезде. Неше рет шақырсан да ол нольден басталады по-любому, короче. Я, соны просто көшіріп жіберсең болады ананың ішіне, копипаст, и все. Потихоньку, полигоньку, Фикс жасайды сендердің кодтарына. по мере возрастания береміз. Бұл скопинг болды. О, есть- Енді қараңдар, даже бүйтуге болады. Не деп жатырмын? Авторға Let мысалға J равняется, мысалға не деп айтайық? ондайда тогда этот SRV регионды Так, подними. мында прикол жасайық. Этот, А, ну, в первую очередь онда саған айтамын ғой қайсысы керек болады. ERG database деген такой история бар. Вот. ERG databases относительно просто. Там просто докер. Понимаешь, и все. плюс равен деген, это J-ға аны қосады просто. Мен көтеруге болады. Докермен Окей, аны қаратсыңдар ма J-ге? жайырақ жұмыс істейді. Ол, соответственно, сен кодыңды өзгерт. Мынау I деген теманы алып тастаймыз полностью. Кішкене Бірақ манағы екі массивті сақтап қоямыз немесе шақыратын. сол сервер- Енді получается біз бүйтеміз. Циклдың ішінде, цикл не екенін білесің ба, Али? көтеруге болады. Докерсіз. Окей, циклдың ішінде сандарды қарастырады, ғой, сол кезде аны қосып тұрады да. И біз console.log J дейік. Я. Минус 1, минус 1, минус 1. Сосын екінші шақырғанда 1, минус 1, минус 1. Егер off арқылы шақырсан, ол элементтердің өзін алады. Но элемент ардың ішіндегі... Я сразу минус 1, минус 1, минус 1 деген сандарға тең болады. Сосын 1, минус 1, минус 1, например. Енді бұлай қарасақ, не болады қазір? Получается, J-ді біз 6 рет шығарамыз экранға. Следующий майлстоунды Минус 1, минус 1, минус 1, 1, минус 1, минус 1. Неге каждый раз ол просто сол аға тең болды? Хотя ол суммаға тең болу керек еді да? Типа минус 1 болу керек еді, сосын минус 2, сосын минус 3 болу керек еді да сонда. И екінші рет шақырғанда 1, сосын 0, минус 1 болу керек еді. По идее, да, как будто. Почему? Потому что мы циклдың ішінде каждый раз 0-ге теңестіріп қайттан создавать етіп отырмыз. То есть с нуля новый переменный J пайда болып жатыр да, қайттан 0 болып. Сосын барып қосып жатыр. Сол үшін ол болып жатыр. А как оны өзгертсек болады? Біз бүйтсек болады. Let J тең болады 0-ге. Получается, мынаны алып тастаймыз. И сол кезде ол суммасын табатын болады да. Минус 1, минус 2, минус 3. Екінші рет шақырғанда 1, 0, минус 1. Манағы айтқандай. И бүйтсек болады. Просто тек қана бір рет шығару үшін суммасын. То есть, мына бірінші массивтің суммасы минус 3, екінші массивтің суммасы минус 1. Түсіндер ма? Енді осы элементте біз бірнеше новый нәрсе көрдік та. Ол цикл арқылы біз массивтің элементтерін қарай аламыз да. Бірінші оң жақта біз массивтің атын береміз. Қай массивтің ішінде жүргіміз келеді. Сосын off-ты жазамыз. Сосын ең сол жағына қалай ол элемент аталады. Мысалға мынау минус 1, минус 1, минус 1 деп ішіндегі сандар бар ғой. Соны қандай новый неге сақтаймыз. Негізі бүйтеді ше. Let A of R деп айтады негізі. Ну, былай да жұмыс жасай береді бағады.
И вот, получается, он алады да, сосын суммасын қосады. Это то же самое, что J плюс A. Осыған тең. Екі бір бірдей. То есть, Ага. просто қысқаша жазылуы ғой, короче. То же самое минус десең, это J, тем болады J минус A. Это екі бірдей. И мысалға J көбейтілген тем болады A десең, это как J, тем болады J көбейтілген A. И мына минус көбейту, там бөлу бәрі білдей. Осылай қысқаша жазуға болады. Синтетик sugar деп аталады осылай. Бір нәрсені басқаша қысқаша жазатын кезде. Synthetic sugar. Так, осы момент понятен, да? А? Ну, типа, да, типа синтетическая сладость. Потому что жазған кезде кайфово тесен, так, типа, приятно. Что я могу такую вещь, типа, коротко могу написать и всех. И то же самое но мысалға. No да пойти, как synthetic sugar деп айтуға болады. Потому что обычно цикл как выглядит. Енді давайте циклды бөлек өтейік. Ох, давай, ну, тұра берсін осылай. Новый неге создавать что-то. Мен капец, что-то быстро әртүрлі нәрсе секіріп жатырмын прям. Егер непонятно болса, лучше сұрақ қойыңдар, потому что я сейчас очень быстро прыгаю, по идее. Сұрақтар бар ма? На файлда ашайын. Цикл ма? Ну да, это не быстро. На ай? Жақшының ішінде сырында. Скопинг, я скопинг. Да, пока можешь соларды добивать, в принципе. Давайте... Али, сен түсінді ма? Али, сен түсіндің ба? Давай онда примерно дегенде қай нәрсе чуть-чуть непонятно. Я қазіргі тақырып по идее. Қазір енді циклды ойлайды. Whileға пока забей, for'ды үйренейік. Окей, я дұрыс айтасың, циклдың екі главный түрі бар, это while и for. For көбінесе қолданылады. For'дың несі ең обычный түрі, ол былай. Let I равняется нулю. I меньше. Так. Мысалға айтайық меньше 3. I плюс равен 1. Енді не істейді бұл? Көрейік. Не істейді екен? console.log Біз видеодағы қарап отқандарға айтайын. Біз қазір циклды өтіп отырық. И мынау ең бірінші циклдың примері. До этого болған циклдың түрі кішкене андай продвинутые. Сол үшін мен басынан бастап түсіндіріп отырмын вообще циклдың несін. Так, давайте просто осыны аламыз да, жүргізіп көрейік. Ол 0, 1, 2 шығады. Неге? Себебі біз айттық. Мынау инициализация деп аталады. Басында біздің неге қандай итераторға қандай value береміз. Біз 0 бердік. Итератор это то, что будет у нас прыгать с каждым повторением. То есть басында 0 болады, 1 болады, 2 болады. Справа у нас шаг. С каким шагом мы будем развиваться? Біз айттық, что мынау тем болады I плюс 1. То есть это одно и то же. Бір шагпен дамитын боламыз деп шештік.
яғни бірінші ай 0 болады, сосын 1-ді қосады, значит 1 болады, сосын 1-ді қосады, значит 2 болады и так далее. Ал ортасында мы условие қоямыз. Қандай условие? Осы условие тексеріледі. Егер бұл условие шындық болса, true болса, онда цикл жалғаса береді. Егер какой-то момент false болып қалса, онда тоқтайды. Енді біз не істейміз? Давайте кодты как будто біз компьютерміз, и осы кодты біз жүргізіп жатқан сияқты болайық. Біз не білеміз? Бізде ай бар екен білеміз. Окей, айды біз мына 0-ге теңестірген боламыз. Ең басында осы инициализация жүреді. То есть ол тек қана ең басында бір рет қана болды, содан кейін ол вообще оқылмайды. Біз өзімізге жазып аламыз 0 деп. 0-ге теңестірген жазып алдық. Яғни ай деген итератор бар, оның значениесі 0. Сосын мына жақтағы нәрсе орындалады. То есть порядок мындай. Бірінші инициализация, сосын body. Да? Но фигурный скобканың ішіндегі это body называется. Loop деген это цикл, loop body. Енді console log жасайды. Console log ай дейді. Ай не? 0-ге тең. Значит, біздің экранда log деп қояйық. 0 шығады. Окей. Сосын мына жаққа келеді. Все, бітті, body бітті. Body'дан кейін не болады? Body'дан кейін step болады. Міне мынау. Step не деп жатыр бізге? Айға 1-ді қос деп жатыр. Не істейміз? Айға 1-ді қосамыз. 1 болып кетті. 1-ді болып кетті. Окей. Енді не стептен кейін не болады? Стептен кейін condition болады. Проверка условия. Ай 3-тен кіші ме? True. Шындық солай. Яғни бұл true болып тұр. Значит, біз body'ға қайтадан барамыз. Инициализацияға уже бармаймыз. Ең басында бір рет қана барамыз. Болды. Body не дейді? Айды шығар дейді. Ай не болды? Бізде 1 болып тұр. Келесі строкада 1-ді шығарады. Окей, nice. Енді body'дан кейін не істейді? Кім біледі? Консологты жасады, енді не істейді? Жоқ, жабылмайды. Степке қайттан барады. Степке барайды, қарайды. Маған айға 1-ді қосу керек дейді. Окей, менде 1 болып тұр, 1-ді 1-ге қосқан кезде 2 болады. 2-ге барады. Стептен кейін не істейді? Жоқ. Условияны тексереді. Условия қарайды. Ай 3-тен кіші ме? Яғни 2. 2 ғой. 3-тен кіші ме? True. Не болады? Онда мына жаққа кіреді қайтадан. Body'ға барады. Body не дейді? Шығар экранға дейді. Мен нені шығарам? Айды шығарам. Ай деген не? 2. Енді мен осыдан кейін body'ны выполнять еткеннен кейін не істеймін? Мен компьютермін мысалы. Жоқ, қосады. 1-ді қос дейді. 2-ге 1-ді қоссаң 3 болады. 3-ті қарайды. Енді не істейді? Ай 3 тең. Ол не деген сөз? Значит, на него. Дұрыс. Яғни стептен кейін всегда неге барады? Кондишнға барады. Мынау false болып қалды. Онда не істейді? Мынаны выполнять етпейді уже. Сразу мына жаққа секіреді. Например, скажем, тут console.log exit деп тұр, например. Сразу осы жаққа барады да, exit'ті шығарады. Міне, exit. 0, 1, 2. 3-ті көрдіңдер ма? Шығарған жоқ. То есть то, что мы здесь сделали, как мы так думали, да, считали только что, точно так же компьютер работает. И на жерде так, не айтайын деп отыр едім. Мынаның ішіне біз көп нәрсе жаза аламыз да. Ол осылай ішіндегі барлық нәрселерді выполнять етеді. Давайте мына жаққа тоже комментке жазып қояйын. По какому принципу работает. Так, initialization. Так. 2 condition. 3 body. 4
step. И потом to. Қайттан. 5. Repeat from to. If false, fail. If false, exit. Мынаны лучше мына жаққа қойған. Check condition. Все, осылай жұмыс жасайды. Али, аман түсінікті ма? Окей, енді келесі түрін өтеміз. Уже массивпен. Индекс. То есть біз мана просто санды, да, айды алдық та, тупо сол 0-ден 3-ке дейін жүрдік. 3 болса, типа тоқтап қалды деген сияқты. А что если у нас есть бір массив? Так, айтайық, R дейік. Неге мен R деп создавать етем? Атын обычно, потому что ағылшынша array деп аталады. Міне былай. Сол үшін мен R деймін, типа қысқаша. И оның ішіне... Давай, айта бер. Қазір айтам. Я этот виндода қалай екенін ұмытып қалдым. Как быстро айтам саған. CD де сол lesson 2 деп жаз. CD через пробел. CD, потом через пробел название папки. Кірді ма? Так, енді на жерде мен создавать етем бір массив. Бір, минус бір, 2, 4. Ну, пусть вот так будет. Енді менде бір цикл бар делик. For. Я хочу прыгать по значениям этого массива. Но в то же время знать, қай индекста я нахожусь. Например, мен минус 1 болса, я хочу знать, что это еще индекс 1. Или там турте болсам, я хочу знать, что это еще индекс 3. Да? 0, 1, 2, 3. Правильно же? Турт. Үшінші индекс, значение турт. Я вот это хочу. Как это сделать? Аламыз, let I дейміз, біздің итератор. Вот то, что прыгает вот так по значению, это итератор называется. I тем болады 0, потому что индекстар 0-ден басталады. Потом I меньше, чем r.length. Знаете, да? Length, помните? То есть я иду до, тут сколько? 0, 1, 2, 3. Третий индекс, последний. Но сколько этих элементов? 4, да? То есть, ну, 4-ға равно, правильно? Значит, мен нешеге дейін барам? 3-ке дейін барам. 4-ке жеткен кезде тоқтап қалады. Сол үшін осылай, да? Меньше или равно демейміз, просто меньше дейміз. Осыны I плюс равен 1. Енді не істеймін? Давайте айтайық. Былай жасайық. console.log индекс I value R I. No 3, да, уже? Что происходит? Кто может объяснить? Может, кто-то может объяснить? Да. Давай. Это, короче, вот страница наша, это создание лида. И там сервисы стоят. Это поле анбаса, он там где дроп-даун покажет. Да. Where, which drop-downs?
экран. Вот. Product Management Services. Вот, например, почему индекс 1 и value минус 1? Вот здесь индекс 1, value минус 1 стоит. Ну, главное нажми. Почему? Нет, ну почему он просто такой? Потому что он multi-select. То есть ты его нажал, там такое. Все, да, правильно. Получается, вот это то, что делает, он берет вот это значение. Осы массивтан осы санды алып шығады индекс арқылы. Индекс Короче, бір деген ол екінші элемент. Сосын осыны алып шығады да, осыны жазады. Али, осы түсінікті ма? Не болып жатқаны? Когда он писал, он такой не мог понять. Окей, тема. Енді біз просто алдық та массивті кезекпе-кезек шығардық, да? Но мұндай есеп болса, барлық сандарды массивтегі, мысалға біз білеміз да, 1, минус 1, 2, 4 тұрған. Осы сандарды кері қарай шығару керек. Мысалға 4, 2, минус 1, 1 деп. Кім істей алады соны? Идея бар ма? Давай. Давай, так, Али, айтшы сен. Это, по сути, тоже инстанс. Да, ну это, то есть в базе. Сосын. И там, по сути, есть поле как sequence, то есть в этой базе. Она помогает контролировать как раз таки очередность, которую мы вот здесь. Окей, сосын. И он просто говорит, то есть, что он говорит? Он говорит, нам нужно... Окей, сосын. Кто и как, точнее, где мы изменяем вот это вот sequence число. Я так предполагаю, этот sequence число изменяется... Сосын. Как это называется? Вручную. Точно? Қалай, мына именно кодпен айтшы, мынау қандай болады? Прям кодпен. Ага. Ай, сосын. Ага. Да. Жоқ, именно, жоқ, Али, именно осы жерді ғана айтып отырмын мен. Тек қана осы жерді. Поэтому я говорю, то есть тут тебе, возможно, придется с продуктами. 4 меньше 0. Возможно, это, то есть, не актуально. Типа осылай оқиям. Low priority task, по идее. Ай, меньше 0. Плюс, потому как, что я вижу... Так, давай осы сен айтқан кодты... Ай, больше 0. Сен айтқан кодты, так, айтайық. Ай, тем болады, не дедің? Length дедің ба, не дедің? У нас вот 0,5 и... Length минус 1. мы видим, тут нифига не alphabetical. Сосын? Ай, больше 0, да? Ой, ай, больше 0, сосын? Бұлай, да? Так, енді мына жақта то же самое жасайық та, тупо. Так, сенесің ба осы кодына? Все, давай, тексерейік. Мынаны алып тастайық. Брат, не болды мына жақта? Дұрыс болды ма? Ну, можно Одиссей. Неге? Все, правильно. Красавцы, Якунде таптыңдар. Поняли почему? Да, потому что 0-ге жеткен кезде тоже шығару керек, и минус 1-ге жеткен кезде тоқтап қалу керек, да? Потому что минус первого индекса не существует. Так, тема. Давай мына жаққа бүйтіп жазып қояйын. Екі өте тұра берсін. Ну, типа, мен сендерге шерить етемін осы кодты. And now reverse. Реверс деп аталады осы, если что. Когда циклды наоборот қолданған кезде, это реверс называется. Ну, типа, аударған кезде. Хорошо. Пока нормально, понятно? Циклмен прикольный заттар жасаймыз енді осындай. Осылай кішкене активный болыңдар. Ох, мынау не туда пошел. Так, енді мындай задача Якуне. Ну, ол мына жақта тұр, мен просто мына жаққа лақтырдым.
Енді мындай задача Джоги. Менде қайтадан осындай. Давайте я скопирую первую часть. Но пока бізде жұмыс жасамайды. Мындай задача. Я хочу на экран выпускать только первые, второе, первый, третий, пятый. Короче, только нечетные позиции. Яғни, бірді шығарам, минус бірді шығармайым. Екіні шығарам, төртті шығармайым. И так далее. Давайте көрейік сан қосайық, қызық болсын деп. 7, 10, минус 23, и 100. Минус бірді шығарам, бірді шығарам, минус бірді шығармайым. Екіні шығарам, төртті шығармайым. Жетіні шығармайым. Ой, Чужак. Короче, каждое второе число я не выпускаю, не показываю. Четный позицияларды көрсетпеймін, нечетныйларды көрсетемін. Яғни, тақ позицияларды көрсетемін, жұп позицияларды көрсетпеймін. Дұрыс. Жорстко таптым ғой. Мынаны бүйтеміз. Неге олай, Али? Неге олай? Енді индексқа қарасақ, 0, 2, 4, 6 деп секіріп отыр. Аман, понял? Окей, найс. Енді давай, Аман, сен жаңа ойлап отырын кішкене, тағы бөліне ме, бөлінбей ме? Соны қолданып көрейік. Давайте мынаны. Вот этот метод лучше. Почему? Потому что он сразу скипает, да, ничего не проверяет. Но if арқылы жасайтын болсақ, мысалға. Біз бітеміз. If I mod 2 или бітек, чтобы понятно было. Равняется 1. Қазір түсіндірем не екен. Наны кім біледі? Дұрыс. Мынау қалдықты табатын, короче. Бөлген кезде қалдықты табатын операция. Үш болса true болады, да, мысалы. Али, қалдық қой, короче. Мысалға, мынаяқта 54 болса, 0 болады. 0 1-ге тең ба? Жоқ, тең емес. Значит, мынаны орындамайды. 53 болса, қалдық 1 болады. 1 1-ге тең ба? Значит, мынаны орындайды. Сол арқылы ол дәл солай жұмыс жасайды, манаға код сияқты. Деп айтсан, 0. Наоборот қой, 0 болу керек. То есть, егер жұп позициялар болса, просто 0-ден басталды, из-за этого кішкене шатас қалдық, да? 0-ші позицияны ол шығарады. Вот осы модуль. Модуль бізге негізі көп жерде көмектеседі. Осыны сақтап қойық. Модулы. Every odd position. И мынау with steps. Мынақты просто 2 деп қоямыз. Так, все. 2 рет осылай болады. Окей, найс. Так. Индекс 4. Енді 5.6. Так, мен сіздерге скопинг үйретем дедім, сосын цикл үйретем дедім. Сосын, енді функшндарда мындай нәрсе бар. Return деген нәрсе бар. Кім біледі return туралы? Давайте айтайық, бізде осындай функция бар. Sum a, b дейді, и return a плюс b дейді. Енді бізде айтайық, мындай console log бар. Ояқта
самды шақырамыз и оның ішіне айтамыз 1, 2 дейміз. Экранға не шығады? Ох, надо экранға 3 шығады. Почему? Потому что мынаны шақырады, короче. Чтоб прям непонятно болып кетпесін деп бүйтейік. Let sum деп қояйық. Не айтты sum? 1, 2. И мына жақта sum'ты шақырайық. Sum'ты қайтарайық. То есть біз sum деген перемен жасадық. И оны мынаның результатына теңестірдік. Бұның результаты не? 1 мен 2-ні периода түтеміз. Мынау a 1-ге тең, b 2-ге тең. И a плюс b ол 3-ге тең. Return деген, значит, мынаның барлығы тупо 3-ге айналып кетеді. То есть почему? Потому что return осы результатын қайтарады. То есть мынаның результаты это 3. И мынау айтып тұр, типа sum тең болады деп тұр да, значит, sum тең болады 3 деп тұр. И оны осы жаққа шығарамыз экранға. Но мы можем сразу здесь, да, типа sum 1, 2 деп осы жаққа жасап тастауға. Ну, чтобы типа это понятно было. Все, енді мына жақта біз любой не табамыз. Returnға біз любой нәрсе шығарамыз. Давайте басқа бір нені айтайық, square деп айтайық та, мысалы. Айтшы, қай строкада? Себебі мынау return болмаса, просто бүйтіп қойып қойсан, иә, мысалға, да? Иә? Осы ма сұрақ или қалай? Ау. Все, бро, онда записьтан қарай саласың ғой. Все, да, сори, я сегодня затупил жестко. Ага, давай, удачи. Давай. Алисинде сұрақ қандай болды? Мынау return'ды алып тастасам не болады деп отқан сияқты ма, типа, или что? Yeah. Return деген осы return'нан кейін не жазасың, ол соны қайтарады, короче. И осыдан кейін бір нәрсе жазылады ғой. Мысалға мына жақта айтайық. console.log мысалға still working деп қояйық. Типа әлі жұмыс жасап жатыр деп. Бұл нәрсеге жетпейді бұл. Неге? Себебі return'нан кейін ол сразу шығып кетеді функциядан. Ол тек қана ол үшін қойылмаған, бірақ типа тек функцияда шығып кету үшін істелінген нәрсе емес ол. Просто ол бір нәрсе қайтарады ғой, сол кезде автоматически шығып кетеді. Бірақ сен егер return'ды алып тастасаң, ол шықпайды. Просто a плюс b десең, ол still working деген шығады экранға. Түсін ба? Қара, мына жерде undefined деп тұр. Міне мынау ғой ол undefined деп тұрған. То есть мына жаққа келеді, a плюс b дейді, просто 3 тұрады. Как будто сен мына жаққа бүйтіп қойған сияқтысың ғой. Сен как будто мына жаққа бүйтіп қойып қойған сияқтысың ғой, түсін ба? Не имеет смысла никакого. Сен функция айтқан жоқсың, мынаны қайтар, мені кім шақырды, соған қайтар мына результатты деп айтқан жоқсың оған. Сол үшін return'ды обязательно қою керексің. И мына жақта ол мына жаққа келеді, мынаны шығарады, still working деп тұрады, міне still working. Сосын мынау sum ол мынаның результатын дейін. Оның результаты не? Оның результаты ештеңе емес. Сол үшін sum undefinedқа тең болып тұр, көрдің ба? Undefined деп тұр. Ештеңе емес деген сияқты, короче. И получается соны экранға шығады. Бірақ егер біз return десек, онда соның результаты қайтады. Еще мынау консольға жетпейді ол. Почему? Потому что мынау шығып кетеді. То есть одан кейін вообще ештеңе орындалмайды. 3 деп тұр. Енді айтайық, новый функция бар бізде. A деген. A-ны бересің, ол саған не дейді? A көйтілген A дейді. Ну, типа не сол, квадраты ғой. console.log square. Мысалы 25-ның квадратын көрейік, не болады екен. Білесің ба? 625 да вроде. И вот, көрдің ба? 625 деп тұр. Осылай әртүрлі результат тұр. Ты можешь сделать так, что функция всегда бір нәрсені қайталады. Мысалға айтайық. Function get Алихан
at some point, Алихан's name дейді мысалға. we triggered И ол ештеңе қабылдамайды мысалға. Return maybe somewhere we Алихан. delivered the transaction, which basically console.log cleaned that quote line. get In that case, Алихан's we name. need to understand why that. И ол всегда тупо Алиханды қайтара береді да. Түсіндің ба? So I mean, Сондай да функциялар болуы мүмкін. Вот осылай. Понятно ма? Енді мындай бір прикол жасайық. Осы циклмен функцияны қосып жұмыс жасап көрейік. 5, 6. Так, не істей аламыз? Мысалы айтайық, менде нелер бар. Square'да скопируем себе. for existing ones. Менде мысалға цикл бар. Let Probably mean const r that тем болады. second task, Бір, existing quote line, 2, 4, it can be that 23, during some минус 1, step we create quote line. And as a ноль result, we точка should, 5. trigger an event. Event Еме is айтам. triggered at some point. For деймін да. Maybe, Осы, мен хочу әр элементінде жүруге осы r-дың. Манағыдай жасай аламыз. Let I тем болады 0 деп та. Біз уже оны үйрендік қой. Бірақ біз еще бүйте аламыз. Let мысалға num, типа number ғой, num деген мысалы өзім придумал да. Of деймін. Яғни мен айтам, мен num деген переменді создавать етіп жатырмын. Ол r-дың ішіндегі сан болу керек деп айтам. Кезекпе кезек. Потихоньку. Манағы I сияқты секрет, бірақ ол уже сол сразу value мен секрет, короче. Давай көрейік не болады екен. console.log num деп. Ой, 6 уже. Көрдің ба? Жаңа сандарды шығарып берді маған. То есть num деген осы сандардың бәріне тең болып жатыр по очереди. Просто let дейсің да, ана итератордың атын айтасың, ну, сол value атын, и of дейсің. И сосын соны как хочешь солай қолдана бересің. Жоқ, num дегеніміз ол сразу мынау. 1, 2, 4, 23, сразу осыған тең болады. Я. Енді мен айтам. For let num of r. Жоқ, бұл сияқты сразу тек. Square of is square num. Не вот деп ойлайсың? То есть мына қара бүйтеді. Num дейді, num 1-ге тең. Енді бастап отыр ғой. 1-ге тең болады. Сосын мынаны шығарады. Square of num, яғни 1. Square of 1 is дейді да. И мына функцияны шақырады осы жерде сразу. Түк, 1-ді 1-ге көйтеді. Сосын мынау 1-ге айналып кетеді, получается. Is 1 дейді. И так далее. Мысалға 23-ке келеді, содан кейін мысалы 2, 4-ті жасап болған 23-ке келеді. Square of num 20, square of 23 is мынаны, короче, көйтеді и 529 деген результат алады мына жерден. Мынау 529-ға тең болып кетеді мына жер, значит, is 529 деп шығады, короче. So today I spent some time on Қалай қайтан айтшы. after proof action. So seems like Мына жерде функциядан келетіндей қылып ба? Бүйтсек болады. Бұлай істеген нефте ма, бірақ просто чтоб сен түсінсін деп. Result of square деп бір перемен создавать етейік мысалға, да? Ол undefined пока что. Ну, ешқандай значение берген жоқпыз. Айтамыз мысалға. Return result of square равняется дейміз, да? И мына жерде айтамыз мысалға. Square num дейміз, да? Мынаны атын өзгертейік, чтоб непонятно көрмесін. Так, давай бүйтейік. Мынаны кодты қалай берсін, потому что бұл басқа адамдар қарайды. GitHub'тан. Путать етпей ақ қояйық оларды.
осылай тұра берсін. the business process. Так, давай новый файл создавать етейік. Transfer. Индекс тем более жеті. And basically, yep, I think that was. Енді мына жақта мен уже My plan is for today just finish. мынаны атын өзгертейін. Ask about pagination. Square Shouldn't- update And, Square yeah, we'll work on result. И мына жерде мен айтамын result of square. Түсіндің ба логиканы? Қара, ең басынан бастайық. Менде бір значениесі жоқ variable бар пока. Ну, undefined болып тұр. Без разницы, маңызды емес қазір. Сосын бір какой-то функция бар. Оған пока кірмей қояйық. Сосын менде бір array бар. Мен сол сандар, рейтінішіндегі сандармен жүгіремін. Ең бірінші кірген кезде сразу update square result'ты шақырам. Оның ішіне нумды берем. Яғни бірді берем қазір, да? И мен бірді берген кезде а бірге тең болады, мына жақта. Аны аға көйтсем бір болады. Яғни мына variable ішіне мен бірді жазып қойдым. Көрдің ба, ол үлкен скопта тұр ғой, ең сыртқы скопта тұр ғой, значит, мынаның бәрі оны таниды. Мына да оны бәрі танып тұр, мына variable'ды. Мынау да функция танып тұр оны. Ішіне бірді жазып қойды. Енді ол undefined емес, ол бір болып кетті. Түсіндің ба? И мен мынаны шақырып болдым. Келесі строканы оқиды да. Console.log дейді. Console.logқа не шығару керек дейді? Square of num, яғни square of 1 is result of square. И мынау уже бір екен біз санап қойдық та. Соны шығарады, бір деп шығарады. Дәл жаңағыдай жұмыс жасайды. Я просто біз мынаны обновлять етіп тұрмыз, түсін ба? Сол үшін мен update square result деп қойдым атын. Типа мынаны обновлять етіп тұрмыз. Но олай істеген не в тему. Түсін ба? Потому что мен оны аламын да. Мысалы мен айтам, басқа программистің Али екеуміз жұмыс жасап жатырық бір проектте. Мен короче аламын да, мына жерде айтам update square result деймін да. Сен жаздың ғой оны. Мысалы сен мына кодтың бәрін жазып қойдың. Осы мен келем да, короче. Ну скажем, мен опытный емеспін, енді келдім, не істеп жатқанымды дұрыс түсінбеймін. И мен нечаянно аламын да. Result of square равняется 0 деп қоямын. Мына жақта. Я базар жоқ, сен апдейтті шақырдың, оның ішінде значениесін менять еттің да, мысалға 1-ге, потом 4-ге, 16-ға обновлять етіп тұрдың да, 100-ге. Бірақ мен аламын да, оны 0-ге теңестіріп қоямын. Сол кезде не болады? Так, жетті екен ғой. Всегда 0 шығады да, түсін ба? Почему? Потому что мен мына қайттан обновлять етіп отырмын да, оны мынаны шығарардың алдында. Понял, да? Сол үшін функцияны осылай қолданған нефтем лучше return жасаған. Сразу. Понял? Nice. Так. Return scoping цикл. Так. Қалай вообще бүгінгі сабақ понятно болды ма? Былай үй жұмысы вообще нормально болды ма? Қиын ба, жеңіл ма? Қанша уақыт кетті? Окей. JavaScript былай понятно ғой, я былай логикасы пока. Все. Я. JavaScript деген тіл, ол любой жерде қолдана бересің. Просто там браузерда ма или Node.js па? Node.js это наоборот, JavaScript-пен қазір үйіне үйресең, сен курсына тезірек түсінуге көмектеседі ғой. Поэтому сразу соны ал. Потом біз бұл енді басы ғой тек қана, сен артынан басқа нәрсе жасаймыз, мысалға жайлап бэкэндке бастаймыз, бұйырса осы темаларды нормально түсініп алғаннан кейін. Бізде просто әлі біраз нәрсе бар, түсіну керек. Поэтому соларды бірінші түсініп алайық, сосын можем жайлап бэкэндтің темаларына кіруге потихоньку. Intro to backend может жасаймын кішкене. Жоқ.
конечный итог курса бір проект именно бэкте чисто. Скорее всего, ол Telegram бот болады. Фронтенд, мен просто өзім фронтендер емеспін ғой. Мен білем фронтендтің былай basic несін. Я. В этом прикол. Сол үшін үйреткім келмейді да, потому что қиын емес, просто ол да уақыт қой. 2 айдан. Ну, қара, сен бүйтсен болады, сен уже кішкене білетін болсаң, уже қолданған болсаң, ты можешь проект, біз таңдаймыз да проектті өзіміз. И сол кезде сен можешь сондай проект таңдауға, фронтендте жасауға. Ну, реально жасай алатын болсаң. Егер мен әлі білмеймін десең, онда лучше бэкэндте бір нормаль проект бітіріп тастаған. Так, солай. Давай сұрақтарны қоя бер, спокойно. Өзің соңы. Да. Тест пишу, нифига не понял. Ну, вообще идеально тогда. Как раз шұқып көресің, решение қабылдау жеңілдірек болады. Жұмыс бола ма, болмай ма, зарплата жағынан деген сияқты ма? Дофига жұмыс. Жұмыс дофига. И жақсы специалистке вообще спрос үлкен. В смысле, да? Просто вообще в бэкэнде, фронтенде жұмыс дофига. Якунде де дофига жұмыс. Вообще программисттерге спрос вообще қорықпау керек. Типа там оған спрос әлі ұзақ уақыт. Скорее всего, сен өмір бойы спрос болады сен өлем дегенше. Поэтому ойланбай ақ қой. Бірнеше жолдар бар. Жақсы уровеньға жеткеннен кейін, уже индустрияны түсінгеннен кейін. Да, оны даже может түсінбей де стартап бастасам болады. Зато сен өзің продуктыңды өзің жасайсың да, басында ақша көп керек қой енді. Типа экономить етесің деген сияқты. Сол үшін өзің жасай аласың да. Сол керек нәрсені стартапың үшін. Это бір. Екіншісі, бір компанияда өсіп, CTO болып или там кофаундер болып, тоже типа қосылу. Ну, кофаундер емес, ладно, типа CTO болып. И сол жақта үлкен позиция алу. CTO деген Chief Technical Officer, короче. Это как CEO, но просто технически частен. Олар как почти CEO получает. Есть просто одан төменірек, мысалы, техлид дегендер сондай позициялар, олар да жоғары алады, мысалы. Сосын, мысалға, консультант болу мүмкін, мысалы, сен өте күшті опытың бар, мысалы, 10 жылдық деген сияқты, например. И сам басқа компаниялар келеді, сен ақылыңды сұрайды. Там архитектураны қалай жасайық деген сияқты. И сен просто консультант болып жүресің, олардың өздерінің девелоперлары бар, мысалға. Сен просто олармен сөйлесесің, так, бұндай проблема бар ма, оны былай шешкен дұрыс деген сияқты. Ол уже глобальный проблемалар шешеді, да, каждый, мысалы, кодты шұқып отырмайды, просто, мысалы, советовать етеді, мысалы, архитектура мындай болсын, мындай серверлар болса жақсы деген сияқты, мындай методты қолдан, вообще, например. Вот, сондай чувактар болады. Так, что еще? Ну, мен үшін самый қызық нәрсе это өзім продуктымды жасау. Мысалы, мен в будущем хочу в это направление уйти. Сол үшін тек қана программист болмайсың да ол жақта, бірақ сен еще там sales үйрену керексің, менеджмент үйрену керексің деген сияқты. Әртүрлі скиллдар керек.
сосын продукт ownership деген сияқты нәрселер, менеджмент сондай нәрселер. Чисто технические болсаң, вот это CTO, бірақ вот чисто технический емес, еще менеджмент там дофига, да? Менеджмент қатты білу керексің мысалы. Примерно солай. Ну, зарплата жағынан сен мысалға айтайын ба, қазіргі реалияда сен мысалға 2 жыл тема жұмыс жасасаң, прям от души, типа миллионнан жоғары спокойно аласың. Прям хороший жерде, мысалы, скажем, сен күшті компанияға түсіп қалдың, где тебя хорошо учат, натаскивают, мысалы, жақсы тастар береді, интересно, да, который тебя развивает. И 2 жылда сен миллионнан жоғары ала аласың, по идее. Но ол Қазақстанда емес, қазақстанский компания емес. Вот. И шетелде жұмыс табу, по идее, қатты қиын емес, егер сенде жақсы проекттерде опытың болса. Да, даже по идее джун болып бір жігіт алдында бір жұмыс табуға, поэтому типа просто главное андай қызық проекттер жасаған. Мысалы, мен бір танысым бар, тоже бір лицейде оқыдық, ол бір банкта жасаған, бір аутсорс компанияда бір рет жасаған, короче. Он прикол в чем? Он проекттер қатты үлкен, ондай глобальный болмаса да, он много чего делал, короче, много чего, за много чего отвечал, деген сияқты, да, өзін аямай жұмыс жасады. И қазақстанский компания болса да, содан кейін ол сразу шетелдің компанияларға кетіп қалды, да. Ну, ағылшын еще нормально болды, сен нуда оқисың, по-любому жақсы ағылшын бар, поэтому для тебя это вообще не проблема. Мисан, давай бір нәрсе көрсетейін, чтобы сен такой, деп просто сандармен почему это того стоит деген сияқты. Қазір. Так, недавно ғана. Ну, конечно, братан, сен бұйырса үйленесің, там, бала шаған болады. Тебе капец, типа, это важно, без шансов. Типа, на одном энтузиазме это тяжко. Yeah. Ага. Ага. Мгм. 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 Я, короче, подумал, а Euro Shop, как я смотрю, там файлы, да, в S3 просто кидаются с редиректом, а его чистить не надо. Мгм. Вот прикинь, сколько собралось уже, наверное. Не надо? S3 сам, да, это будет? Ну, Ничего. Нет, ну в целом. Ну, все равно вообще, сколько там. Вообще все, потому что они весят ноги. Сен можешь войти, уйти, но как продакт менеджер. Ну, сейчас.
например. Это тоже очень классный путь. Например, сен программирование кішкене түсінесің, логикасын, все такое. Ты чувствуешь техническую часть, но не прям пипец программист, да? Джаймай, короче. Но зато с людьми капец там мощно общаешься, например, да? И умеешь менеджить их, расставлять задачи, чувствуешь продукт, куда он должен развиваться, например, да? Вот это продакт менеджер или project менеджер, это когда ты командой и проектом управляешь. Қара, мынандай статистика бар, мына Джинни деген сайт бар, короче, где работа находит. Олар статистика жүргізеді, өздерінің сайттарында оцифрованы да оларды бәрі. И олар мындай статистика жасаған. Негізі оларда қатты қиын уақыт болды да. Соғыс болды, украинский компания ғой. И among the top categories, the number of new jobs is down for most specializations except C++ and Node.js дейді. Яғни новый рекрутерлар бар ғой, жұмысқа нанимать ететіндер. Почти барлық сферада құлаған новый жұмыстардың саны осы жылы 2022. Тек қана Node.js пен C++ ғана өскен. Это вот 4.1K-дан 5.2K-ға өскен C++. Node.js 7.9-дан 8K-ға өскен. То есть қалған бәрінде қарасаң құлап жатыр 21 мен 22 салыстырғанда. Даже там, мысалға, Python даже құлаған. То есть это что показывает? То, что спрос жесткий, да? На него. Осы рынок-то. То есть, поэтому, типа, насчет, типа, неге Node.js деген сұраққа жауап береді да осы конкретно. То есть, ол нереально актуальный деген сөз. Жұмыс көп. Поэтому, типа, насчет этого не переживай. И тем более, ол языкта сен көп нәрсе істей аласың, көп қызықты нәрселер істелініп жатыр, и так-то ол языкта. Но если сен айтсаң, там, жоқ, типа, мен Python кішкене білемін, соны лучше жалғастыра беремін десең, бізде где-то 2 айдан кейін ба Python курс ашылады бұйырса, тоже планда бар. Но ол тоже бірақ basic болады, короче, с нуля тоже. Потому что ояқта бірақ мен сабақ бермеймін, ояқта мен досым сабақ беретін болады. Вот солай. Гуманитар дегенде, он не гуманитарный, он много софт-скиллов нужно и много общения нужно. Потому что сен, мысалға, каждый раз командамен каждый тасктың description жасайсың, сен сосын решать етесің, мына фича бар, оған мындай таска керек, например. Или там, мысалы, сендерде мындай фичаға план бар, бизнесовый частьтен, и сендер должны планировать, типа, значит, мынаны істеу керек деп разлетесің, сосын бизнесовый частьпен соны сөйлесе алғаннан кейін, сосын технический командамен сөйлесесің, короче, девелоперлармен сол туралы. Короче, очень много общения, планирования. Капец дофига планирования, по идее же. Мен енді өзім менеджер емеспін базарнет, но как я вижу, мен мысалы коллегаларым бар ғой менеджерлар, солардың жұмысына қарағанда я вот так вижу, оларда общения много и планирования очень много. Там спринттарды планировать етеді, там қандай тастар керек решать етеді. Солай. Ну, короче, продукттың несі бар да, стадиялар бар да. Мысалға, ол уже бәрі дайын, бәрі зрелый продукт болса, мысалы, новый фича вообще керек емес деген сияқты, все работает. Сен онда чисто поддержкамен айналысасың да. Ну, что бір жерде что-то бір нәрсе құлап қалады, бір нәрсе істемей қалды, или новый баг тап, то соны фикс етесің, например. Егер это, если молодой продукт, то сен каждый новый задача почти бәрі новый фича болады да, новый бір функционал қосу керек там. Но по-любому сен бір нәрсе жазған кезде, по-любому ошибкалар табылады. Ты не можешь там идеально писать, по-любому что-то надо будет фиксить, короче, қайтып сен баяғыда жазған нәрсені дұрыстау керек деген сияқты. Это нормально. Или сен басқа бір нәрсе қостың, например, из-за этого басқа жерде бір нәрсе сынып қалды. Там, потому что взаимосвязано, например. Это нормально, типа. И фиксить это тоже, типа, интересная работа. Находить, почему она не работает, например. Это тоже интересная тема.
это адам натурасына байланысты да. Мысалы күйеулер чисто новый фичер жасағанды ұнатады да, күйеулер наоборот фикс еткенді ұнатады мысалы. Перфекционисты да, например. Не смогли сгенерить? Ладно, обычно тебе. Вот адам натурасына байланысты, но екі нәрседе бар. Новый нәрседе қосасың всегда и сынып қалған нәрсені де дұрыстайсың всегда. Ол тек қана бэкэнд емес қой, любой программингта солай ғой. Фронтта да и так далее. Ну, у нас там не сложно. Сен Node.js-та, кстати, тоже не істей аласың. По-моему, много. Иә. React Native деген фреймворк бар. Сол арқылы Это лимит, да? не жасай аласың. iOS, Android и так далее. Еще React-та фронтенд жасай аласың. Ну, разница в том, что сен көп не, у жақта дизайн бар, да, тоже. Это же как фронт. iOS-та мобилка, да, у жақта дизайн жасай. Мен вообще iOS-ерім болдым, студент болған кезде. У жақта дизайн етесің. Мысалға, саған дизайн береді, точнее, егер нормальный компания болса, у жақта дизайнер болады, ол саған там скетчпен бір нәрсені ақтырады, сен соны имплемент етесің, мысалға. Мынандай түсік кнопка болу керек, мына жақта тұру керек екен и так далее. Сосын, бірақ у жақта не только же этот красивый картинка, оның арты да бар, да? Там кнопканы басқан кезде бір нәрсені ашу керек, бір нәрсені жасау керек, бір жаққа серверға запрос жасау керек, типа сондай часть та бар у жақта. Это как в любой клиентте негізі сондай нәрселер бар. Бэкэндте у жақта чисто логика, да, мысалға базаға запростар жасайсың. Сол запростар максимально не болған жақсы, оптимальный болған жақсы, мысалға. Сосын мысалға бір запрос келеді саған, ол запрос там бірнеше нәрсені өзгерту керек, или мысалы бізде менің жұмысымда бір запроста мысалы PDF generate етеміз да, мысалы данныйлар беріледі, сол данныйлар бір какой-то темплейт бар, соған пихать етеміз де, содан PDF жасаймыз, например. Типа сондай сияқты нәрселер бар. Былай алғанда, как будто бы капец екі түрлі әлем сияқты, ну да, с другой стороны, наверное, капец әртүрлі нәрсе, но ты всегда думаешь как программист, ты всегда решаешь какую-то задачу, проблему, и сен жұмысың, чтобы это типа работало классно. То есть основная логика одинакова, просто даже цели одинаковые, наверное, но где вы это делаете, на какой платформе, типа. Один делает на серваке, а другой делает на мобильном телефоне, типа. Вот может только в этом разница, грубо говоря. А так, типа, там көп нәрсе ұқсайды негізі. Прям, ну вот тек дизайн частьті алмасан, там бір нәрсені суретін салу керек, бір нәрсеге кнопка қою керек, типа, соны айтпасан. А так в целом, по идее, одинаково. Ну, это еще то, что они с базой не работают. Вот у них есть дизайн, но нету базы. В бэкэнде есть база, но нету дизайна, да? Ну и прям пипец грубо қарасан, вот так можно сказать, наверное. Получается, мы просто дополнительный месседж показываем, да? Если заходим. Ну, типа сұрақтарым болса. Ну, это только в Public Admin? Ну да. Я. В другом месте видит, что ты В SMS не получится. Я, если что, чатта сұра. Как будто нормально. Мгм. Как будто нормально. Солай. Все, Али, давай. Үй жұмысын лақтырамын ғой, и мына видеоны, білмеймін, саған қатты керек пе, керек емес пе, но по-любому лақтыру керек басқаларға. Давай, удачи.